Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы 8-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы драма жанрының ерекшелігі. Бізге берілген оқу мақсаты автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау. Өткен сабақты қорытындылап, сұрақтар жаңбыры айдарын бастайық. Бірінші сұрақ: Дулат Исабеков кім? Ол туралы не білесің? Екінші сұрақ: қандай шығармаларын білесің? Үшінші сұрақ: Дулат Исабеков қазақ теледидарының бас редакторы болып қай жылдары қызмет атқарды? Төртінші: драма дегеніміз не? Бесінші: әпке драмасы қай жылы жазылды? Алтыншы: шығарма неліктен әпке деп аталған? Сұрақтарға жауап береміз. Келесі: әпке драмасы туралы бейне материал қарап шығамыз. Әпке қанатымен су сепкен қарлығаштай бауырлар үшін бар қызығын құрбандыққа шалған қазақ қыздарының типтік образы. Бауырына туған баласынан да артық қарау қазақ қыздарына ғана тән мінез. Қанша жыл өтсе де, әпке қоғамға өзінің актуалдығын жоғалтқан жоқ. Бауырмашылық азайған заманда көрерменнің әпкені қайта-қайта сағынатыны да сондықтан шығар. Әпке менің өзімнің өмірім ғой. Егер де әпкелерім болмаса, біз қалай болар? Егер де 3 баламыз, ер бала. Күйеуге тек кеткен әпкелерім кезек-кезек келіп, үлкен ағам 10-шы класста оқиды. Әкеміздей болып кетті деп жүрміз ғой енді. Бір жыл болды, қайтыс болғанда бара жатырмын. Менен үлкен сияқтап көрінен сөйтсем, 6 жас па, 5 жас па сондай ақ екен ғой арамыз. Міне сол үшеуміз қалдық қой енді. Ол кезде ол 10-шы класста оқиды. Оқуға түсем деп жүр. Оқуға түсіп те қойған. Ол кездегі заң бойынша мектепте 10-шы класста үздік оқып жүрген балаларды екінші жарты жылдықта жоғарғы оқу орындарында тізіміне енгізіп қояды. Мен ағам солай болды. Шымкенттің технологиялық институтына тізімі еніп қалған. Бір жақсы замандар еді ғой, қазіргі емес. Сөйтіп оқуға түсем деп жүрген кезде бәрі план жоспарым бар. Быт-шыт болып, апам қайтыс болғаннан кейін үйленуіне тура келді ғой. Сол әпкем кезек-кезек ағам үйленгенше, анамыз қайтыс болғаннан кейін кезек-кезек 1 айдан 2 айдан жатып, тіпті ағам үйленгеннен кейін де келін үйренсін деп қасымызда болды. Сонда ғана әпкемнің айтқан сөзі, кейіннен пеші жазуыма тікелей түрткі болған, есімде қалған осы сөз. Жездем келеді ғой, үйге қайтасыңдар ма, қайтпайсыңдар ма? Біздің де бала шағамыз бар ғой. Бізде кәдім кір сасып, қоңырсыз сасып кеттік қой. Үйде тамақ жоқ. Сен бауырларың балада, біздің өзіміздің баламыз бала емес пе дегенде үлкен әпкемін Бибіғалиді айтқан. Қақсамай кете бер. Баланы өзің бақ керек болса. Маған баладан гөр бауыр қымбат деген. Енді өйткені бауыр тауып береді, шешеміз жоқ деген. Осы сөзді мен айта аламын қазір мәселен. Осы сөзді айта алатын адам бар ма қазір? Өз баласын тәрк етіп, бауырларды бірінші орынға қойған. Содан кейін ауылдағы елдің бәрінің қиындықтың бәрі әйел адамдардың иығына түсіп жатты. Ол иығынан кетпендер қалай түспесе, елдің ауыртпалығы олардың иығына солай түспей жатты. Соның бәрі шыдады, көнді, және колхозда 1 тиын еңбек ақы алмай жұмыс істеуге мойын сұнды. Міне сонан барып, солардың бәрін көре отырып, мен қалай әпке туралы жазбаймын. Ал енді әпке драмасының шығарма кейіпкерлерімен таныссақ. Бірінші: Қамажай. Пьесаның темірқазығы. Ол жаны нәзік, үлкен сезімнің адамы. Қамажай жеке басының қамын емес, бауырларын көбірек ойлайтын, жар сүю мен махаббат сезімін аналық сезімге құрбан еткен, бауырларының алдындағы азаматтық борышын ақтаған әпке бейнесі. Омар үй ішіндегі дау-шарға араласпай, үнемі өзінің ғылыми жұмысынан бас көтермейтін кейіпкер. Ол өзінің ғылыми идеясына біржола берілген, көздеген мақсатына жетпей тынбайтын, уақытын зая кетірмейтін еңбекқор адам. Кісіге жаманшылығы жоқ.
ойланбай қимылға бармайтын, артық сөйлемейтін, өзімен өзі жүрген тұйықтау жан. Темірбек әпкесін көбірек әбігерге түсіріп, кейде уайымға салып жүретін кейіпкер. Әке-шешесіз кешкен тірліктің қыспағын арқалап жұмыс істеп, үйге кіретін азды-көпті тиын-тебенді табатын да сол. Темір қанша бұлқан-талқан болып жатса да кек тұтпайтын, барынша адал, сөзіне берік, досын сүйіндіретін, дұшпанын күйіндіретін кейіпкер. Келесі пьесадағы екінші қыз Назила. Ол еркелеу, тілі одай бір адамға жетер мінезі бар. Өмірге өзіндік түйсік түсінігі қалыптасқан студент. Мұны біз оның әпкесіне болсуы, кейде мамуля деп еркелеуі, Темірді ызаландыруы, Омардың қызға икемсіздігіне ренжуі, тағы басқа көріністердегі әрекетінен байқаймыз. Ермек Қамажайдың інісі, өте сүйкімді кейіпкер, үйінің кенжесі. Гаухар Назиляның құрбысы, Омарға ғашық қыз, ойын көтеретін ақ көңіл, адамгершілігі мол жан. Бірінші тапсырма, кейіпкерлердің айтқан сөзмен сәйкестендіріңіз. Бізде Қамажайдың, Назиляның, Темірбектің және Омардың сөздері берілген. Қай сөз кімдікі екенін табу керек. Бұлар, мысалы, ничего, мамуля, қуаныш атаулының ойда жоқта болғаны жақсы, күн бұрын білген қуаныш емес. Сонымен, тоқ етерін айтсам, бақыт дегеннің өзін бірнеше салаға бөлуге болады. Отбасындағы, қызметтегі, махаббат, тағылар саласында қорытып айтқанда бақыт деген жеңіс немесе жеңіске апарар күрес. Теміржан, қой қарғам, сені бөтендеп тойды жасаймыз, дүрілдетіп тұрып жасаймыз. Ақша деген табылады. Мінезім солай, не тапсам да тілімнен табатын шығармын, бірақ сені келемежеп не табам, мен бәрін түсінем деп жүгіріп ештеңе байқамағаннан таңғалам. Адам жанының бұл да бір жұмбақ сыры ғой, айтқаның дұрыс болды. Шын жүрегімнен тілектеспін. Бұл жерде, яғни Қамажайдың сөзі, Теміржан, қой қарғам, сені бөтендеп тойды жасаймыз, дүрілдетіп тұрып жасаймыз, ақша деген табылады. Яғни, кейіпкер туралы пікірім, Қамажайдың бауырына деген қамқорлығын көрінеді. Екінші, Назиля, мінезім солай, не тапсам да тілімнен табатын шығармын, бірақ сені келемеждеп не табам, мен бәрін түсінем деп жүріп ештеңе байқамағаныма таңғалам. Адам жанының бұл да бір жұмбақ сыры ғой, айтқаның дұрыс болды. Шын жүрегіммен тілектеспін. Бұл Омардың бақыты туралы монологынан оның жан-жақты ой толғауы, терең білімі көрінеді. Келесі. Ничего, мамуля, қуаныш атаулының ойда жоқта болған жақсы, күн бұрын білген қуаныш емес. Темірбектің ақ жарқын мінезі, мен апасына еркелеуін, оны жақсы көретіндігін байқауға болады. Сонымен тоғы етерін айтсам, бақыт дегеннің өзін бірнеше салаға бөлуге болады. Отбасындағы, қызметтегі, махаббат, тағылар саласында. Қорытып айтқанда, бақыт деген жеңіс немесе жеңіске апарар күрес. Бұл кейіпкер Назиля. Өз ойын бүкпесіз ашық айтатын, өзінің мінезіндегі кемшілік тұсында түсінетін жас қыз. Бізде келесі тапсырма. Екі жақты түсіндірме күнделікті пайдалана отырып, пьесадағы өздеріне ұнаған кейіпкердің ерекшелігін көрсетіңдер. Мұнда келесі бетіне кейіпкерлерді және екінші бетіне не себепті ұнайтындығын жазамыз. Өзіңізді тексеріңіз. Пьесадағы кейіпкерлер бізде Қамажай, Тимур, Омар, Назиля. Қамажай ол жады нәзік, үлкен сезімнің адамы, бауырларының қамын ойлап, өз бақытынан бас тартады. Тимур досқа адал, уәдеге берік, еңбекқор жан. Омар білімге жаны құштар, ізденімпаздығының арқасында ғалым атанады. Назиля өмір туралы түйсік түсінігі қалыптасып қалған студент, ерке болса да үнемі апасына жаны ашып болысып жүретін жас қыз. Кері байланыс тапсырмасы. Дулат Исабековтың осы драмасынан қандай үлгі өнеге алуға болады тақырыбына эссе жазу. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.